Өзіміз туралы әңгіме айтқанда ауылда өстік, көп баланың бірі болдық. Біздің балалық шағымыз екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезең болатын. Ауылдағы мектептің деңгейі әрине ол кезде өте төмен. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші класс бір класстың ішінде отырып, бір мезгілде сабақ беретін бізге мұғалім. Бірінші класстың сабағын беріп болғаннан кейін екінші классқа кірісетін, үшінші, сол біз төртінші класстың сабағын тыңдап отыратынбыз. Сондай заман болған. Енді кейінірек кішкене заман бірте-бірте жөнделе бастады. Жақсы жоғарғы институт бітірген мұғалімдер келіп сабақ беретін болды. Әсіресе 9-10 класстарда осы Алматыда оқу бітірген, аздап әдебиетпен айналысқан, шұғылданған мұғалімдер келіп бізге Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқановтар туралы әңгіме айтатын. Бізге бір ертегі секілді ол. Сосын көңілімізде осы әдебиетке деген бір сүйіспеншілік орнады. Кітап көп оқитын болдық. Ол кездерде де енді көп болмаса да, осы Гулливердің саяхаты, Робинзон Крузо, Томағайдың лашығы, тағы сол сықылды үлкен бірсыпыра заттар аударылған болатын. Соларды оқыдық. Содан бастап енді әдебиетке деген бір сүйіспеншілік жүрегімізде бірте-бірте орныға бастады. 10 класста аздап өлең жазып сөйтіп жүрдік. Сонымен енді казгуге келіп түстік қой. Казгуге түскеннен кейін енді мүлде басқаша, бұнда үлкен жазушылар. Содан алдымен өлеңнен бастадық. Осы менімен бірге оқыған Қажығали Мұхамбетқалиев, Дүйсенбек Қанатбаев деген жігіттер болды. Дүйсенбек жақсы ақын еді. Сол кездің өзінде сол бізден де көрі жақсырақ жазатын. Сол 5-ші курста ба, 4-ші курста бір көп терезе деген керемет өлең жазды. Көп терезе жарқырайсың сөнесің, көздеріне қанағатсыз өмірдің деген бір керемет өлеңдері бар. Осындай топпен келдік. Соның ішінде бізден Дулат бір курс кейін оқыды, бірақ араласып жүрдік бірыңғай. Сол кезде Әнес Сараев, содан кейін жаңағы Қажығали Мұхамбетқалиев, Дулат бар осы. Осы бір топ жігіттер бір шамада келдік. Содан 3-ші курста жүрген кезде мен бір әңгіме жаздым өзім. Әңгіме жазып, соны 50 жасқа апарып бергем. 50 жаста Әбіш Кекілбаев отырған. Сол әңгіменің көлемі үлкендеу болды да, сол газетке сол беру қиын болып тұр дегенді естідім бір барғанда Әбіштен. Сосын бір күні Қажығали маған айтады, мен бүгін жазушылардан соғып едім, сонда Зейнолла Серікқалиев деген Жұлдыз журналының әдеби секретары бар. Сол сені іздеді, Төлен Әбдік деген жігіт қайда деп. Соны ертең кел, сені шақырып жатыр деді. Сосын ертеңіне барсам, өзі әдемі жігіт екен, ұзын бойлы, мәдениет сөйлейді екен. Сіздің әңгімеңізді біз бір қазақ жазушылардың, жас прозаиктердің жинағын шығарып жатыр едік, соған кіргізіп жатырмыз. Сіздің Райхан деген әңгімеңізді. Сондай жақсы әңгіме екен, таза әдеби, таза сезім бар, не бар. Енді сіз бұдан кейін жазбауға моральды праваңыз жоқ дейді. Мен не іздерімді білмей, осы кісі мені біреумен шастырып отқан жоқ қой деп қарап қойдым бетіне. Жоқ, тура мен туралы айтып отыр. Содан енді басталды ғой неміз енді біздің алғашқы неміз. 4-ші курста жүргенде кітап шықты. 4-ші курста Қазақстан жас жазушылардың жинағы, соның ішінде 4-ші курс студенті мен. Жаңағы Зейнолла Серікқалиев әлі күнде сөзді айтқанда, әлі кім боларымызды білмей жүрген кезіміз ғой. Сол кісінің сөзімен сол прозаға біржола ауысуды өзім жөн көрдім.
осылай әдебиетке келдік. Біз ойладық, ой, мінекей нағыз жазушы болдық енді. Мұғалімдердің өздері бізге кішкене құрметпен қарап, сөйтіп жүреді. Сөйтсек олай емес екен. Сен өзіңнің бойыңдағы алғашқы махаббатыңды жазу, білесің бар, ішкі сезімдеріңді, ішкі толғаныстардың бәрі өзіңдікі. Соны дұрыстап жазасың. Ал енді өмір бойы сен өзіңді өзің жаза бермейсің ғой. Басқа бір өзіңнің де өмірін, басқа бір өзіңнің де тағдырын жазу керек. Ол үшін оның ішіндегі қуаныш, қайғы, барлығын сен дәл өзіңдікін етіп жүрегіне өткізе білуің керек. Осыны сезу үшін, осыға жету үшін біраз ғана уақыт керек. Адам бойында бір кризис пайда болады. Соған төзе білу керек кішкене. Ал енді оған төзбей, ой, жұрттың бәрі жасай шығарып жатыр ғой деп, сол көпіртіп көп жазуды мақсат ететін болса, онда басқа жолға түсіп кетесің. Сонымен сол алғашқыдан кейін біраз уақыттан кейін тағы да қайтадан бастап қонақтар деген әңгіме, тағы басқа бірнеше әңгімелер, мүсін деген әңгіме. Ол кезде 50 жасқа шықты, 50 жас дейміз ғой қазіргі жас алаш. Ол кезде оның өзі мынау қазақтың жастарының шығармашылығын халыққа таныту жағынан өте бір ерекше газет болады сол кездерде. Сонда сол арқылы танылдық өз шын мәніне келген кезде. Сол кезде енді Дулатпен өзіміз бұрыннан да таныс едік. Кейін мен Жалынға келгеннен кейін ол да Жалынға келіп, екеуміз бір жерде жұмыс істедік. Екеуміздің достығымыз бұл енді бір өз әлде жеке әңгімеміз шыны керек. Ал енді біз дос болғанда белгілі бір тұрғыдан қарағанда бұл ішкі бәсеке де болады. Өйткені творчество адамында бәсеке болмаса болмайды. Көзқараста кейде қайшылықтар да болады. Біз сол тайғұлындай кебісіп өстік. Солай қалыптастық. Менен сол достық жайында басталып кетті ғой. Енді айта берейін. Өзі Дулаттың жан дүниесі, өзі менің жан дүниеме жақындау болады өзіміз бір-бірімізбен. Жастық шақты қызығын бірге көрдік қазір, бір атаның баласындай. Менің Дархан деген қазір ұлым бар ғой, қазір белгілі журналист. Оның кішкентай кезі, әлі сол бір екі жастар ма, сондай кезі Дулаттың Айман Шолпан деген қызы болды. Ол шамалас осы кіммен, жас жағынан Дарханмен. Балаларымыз бір детсадқа барады. Сонда Дулат өзінің машинасы бар, менде машина жоқ. Сол машинасымен Айман Шолпанды алып біздің үйге келеді. Біздің үйде Дархан қалғып-шылғып отырады. Кішкентай бала, анау Айман Шолпан қыз балалар кішкене пысықтау болады ғой. Ананы оятуға көмектесіп, біреуі бір бәтеңкесін кигізіп, екінші бәтеңкесін кигізіп, сөйтіп детсадқа алып барады біз. Осылай өмір сүрдік. Қазір қарап отырсаң, бірге туған ағайындар да дәл бүйтіп араласа қоймайды. Сол өмір менің көз алдымда, менің ең бір бақытты өмірлеріміздің бір секілді есептейміз. Біздің әзіл қалжыңымыз өте үлкен болды. Екеуміздің де бір-бірімізге деген анекдоттарымыздан бір жинақ шығаруға болатын шығар. Жұртқа тарап кетіптік, бүкіл халық біледі екен екеуміздің. Бір күні Камал Сәруаров деген қайтыс болды ғой, бір академик, хирург. Енді ол бір қажайып адам, енді оны қазір жеке әңгіме ғой өз алдына. Сол бізді қонаққа шақырды, Дулат екеумізді. Сөйтсе, екінші бір соның досы бар, Шарманов деген, министр болған, өте білімді адам, керемет. Сол естиді екен, екеуміздің бір-бірімізге анекдот айтып, бір-біріміз отырыста сөйтіп жұртты күлдіріп отырады деп. Сол айтатын көрді Камалға, сен шақырсаң, сол екеуін шақырсаң, мен де шақыршы, мен де сол бірге болайын деп. Сөйтіп шақырып, Дулат екеуміздің бір-бірімізге деген анекдотымыз 2 сағатқа созылып, сол бүкіл кештің бәрі сол немен өтті жаңа. Бір-біріміз сол жұрттың бәріне күлкілі анекдот айтумен. Дулат өзі
табиғатында өте бір юморист. Өмірінде де юмор көп, жазғандарында да юмор көп. Сосын өзінің Құдай бойына талант өте мол берген. Ең алғашқы шығармалардың өзінде де адамның характерін жасау, адамның жан дүниесін біле білу, кейбіреулерін кейде бір юмормен беру, және де юмор мен трагизм екеуі керемет байланыстырылады бір-бірімен. Солай болатын алғашқы шығармалардың өзінде де. Содан осы әлі 30-ға жеттік па, жетпедік па, сол кезде ғажайып 3 повесть болады. Сүйекші деген повесть, содан кейін тіршілік, дермене, осы 3 повесть болды. Бұл 3 повесть, бұл шын мәнінде әлемдік деңгейдегі шығармалар болады. Бірақ енді өте жаспыз. Ол жап-жас адамды осы аспаған көтеріп, ойбай, мынау әлемдік дүниеге керемет келді деп мақтап жатып, ол кезде қабылданбаған нәрсе. Сол дәл сол күйінде үлкен маған берілген де жоқ оған. Бірақ кейде ойлаймын, сол дұрыс та болған шығар деп. Өйткені себебі көп мақтаған кезде адамның тоқырау пайда болады өзіне. Ал шығармаң онша бағалана қоймаса, сен одан сайын ілгерілеп, өзіңді дәлелдегің келіп, соны сен әрі қарай дамуға кішкене жақсы стимул болады секілді. Сол жаңағы өткен жолда бір айтқан шығармын сіздерге айтқан кезде, жаңағы мүсінді оқып, мен жыладым деген Мұқағалидың сөзін өзінің аузынан естіп едім. Бұл қандай керемет нәрсе десеңші. Ал енді анау тіршіліктегі трагизм, енді ол ғажап. Өзі кім? Дулат Достоевскийді көп оқыған адам еді. Сол Достоевскийдің трагизмі көп бойына сіңген ғой деймін. Дерменедегі философия, ізгіліктің, сондай әлсіз, қауқарсыз ізгіліктің өзінен әлдеқайда күшті алпауыт зұлымдықты қалай жеңген туралы. Анау шал алданған алаяққа, соның алданса да ең соңғы сиырын соған төлеуге алып бара кезде, жаңағы алаяқтың тізерлеп жылайтыны бар. Анау адамның соншалықты әулиелігінен кейін не істерін білмей кәдімгі дағдарысқа ұшыраған адам ғой. Бұл философия. Өйткені себебі өзі өмір ізгілік пен зұлымдықтың күрестен тұрады бәрі тегіс. Зұлымдықтың жолы көп. Зұлымдық кез келген затты аттап кете береді. Ол ешқандай заң жоқ. Ал ізгілік белгілі бір адамгершіліктің заңынан аттай алмайды. Сондықтан оның жолы жіңішке. Сондықтан көп жағдайда зұлымдық ыңғай жеңіске жетіп отырады. Бірақ қалай дегенде де ізгіліктің де өзінің үлкен мәні бар бұл өмірде. Осы қанша ғасыр өтсе де, қанша мыңдаған жыл өтсе де, ізгілік деген ұғым үзілмей, жоғалмай келді ғой біздің де санамызға. Соны біз өзімізге, жүрегімізге, көкірегімізге қорек етіп жүрміз әлі дейін. Бұл философияны көркем әдебиетпен көрсету деген үлкен нәрсе. Ал енді кімнің әлгі адамды бәрімізді шексемізді қатырып күлдірген ескерткіш деген әңгімесі кейін пьесаға ма соған бірдеңе айналды ғой тегіс. Одан кейінгі социализмнің зәулімі деген, бұндағы сарказм деген, Құдай сақтасын, енді оны көріп отқан кезде жұрттың енді күлмеске амал жоқ. Бірақ ар жағында трагедия жатыр бұнда. Мына билік деген өзін сынаудан көте қорқа қоймайды олар. Кекеткеннен, күлкіден қорқады олар көбіне. Сатира жанрын ешқандай мына авторитарный елдер қолдамайды ғой, сатира жанрын. Сатира деген енді әбден келеке қылу деген сөз. Содан қорқады. Сондықтан олардың жанына батады осы жанр. Ал осы жанрды біздің осы жазушыларымызды ең еркін меңгерген осы Дулатхан деп айтуға болады. Мен Жалын журналында бас редактор орынбасары болып істедім. Енді керемет болмағанмен әйтеуір отбасы асырайтындай бірдеңе бар. Одан кейін Қазақфильмде бас редактор болдым.
сол жақта жүрген кезде енді ол қызмет маған кішкене қолайсыздау болды. Москваға ай сайын барады екен, сценарий өткізу керек. Бүкіл азғантай тапқа тайғаным тең жарты сол жолға кетеді. Содан қалай құтыламын білмей жүрген кезде осы ЦК-да бір Есенберлин деген кісі болды, өте бір ғажайып адам еді. Сол шақырып маған, шырағым Төлен, сен жазушы екеніңді білеміз, бірақ енді сен бізге келсең жағдайың жаман болмайды, өйткені себеп сені көп ұстамаймыз, көп болса бір 2-3 жыл. Содан кейін бір дұрыс қызмет тауып беруге тырысамыз, сенің де анау шығармашылығыңа да жаман болмайды деп. Сонымен келсем, ол отделда отырған Әбіш Кекілбаев, сосын кім еді, Марал Ысқақбаев, тағы біреулер, соған Әшірбек Сығаев екеуміз бардық. Сол біздің отделіміз сол аздап басқа елдерге ұқсаңқырамайтын, басқа елдер галстуктері әбден қисаймаған, түймелері салулы, солай жүретін сондай бір тәртіп болды. Біздер сол ушу болып, күліп, мәз болып, өзімізбен өзіміз осы ЦК-да емес, яйшын жазушылар да жүргенде жүрдік. Соған таң қалатын басқа жігіттер. Бір күні бір асханада отырсақ, ғылым бөлімі істейтін Казаков деген бір жігіт бар еді, Александр. Сол бізге келіп, у вас всегда весело. О чем вы говорите? Можно подсесть к вам деп біздің жанымызға келетін. Солай өстік. Сол кездерде енді отбасымызға бір қиындық, қатты қиындық болды деп айта алмаймын, бірақ енді белгілі ғой, ол кездерде үлкен байлық болған жоқ, орташа ғана өмір сүрдік. Бүкіл елдің тұрмысы солай болды ғой, енді ол жағынан ешқандай жоқ. Бала шағамыз қатар өсті. Осы жаңағы Әбіштің, Мағауиннің, Дулаттың, Бексұлтанның, Қабдештің, бәріміздің балаларымыз осы бір мектепте оқыды, 12-ші мектепте. Ол кездерде өздеріңіз білесіздер, тілге деген көзқарас басқаша болды. Жиналыстардың бәрі де орысша өтетін. Орысша білмесе үлкен қызметке тұра алмайтынсың. Сондықтан амал жоқ орыс мектебіне беретіндер көп болды. Сондай үлкен проблема жүрген кез ғой. Сол кезде біз сол енді ең болмаса балаларымыз қазақша білсін деп, сол балаларды қазақ мектебіне беру деген бұл бір үлкен күрес болды сол кездер сондай. 12-ші мектептің өзі қаланың балаларын алмайтын. Сырттағы малшыларды ғана балаларды оқытатын, школ интернат болатын. Соған әйтеуір жаудай жағаласып жүріп, ЦК-ға шейін барып жүрді көбісі. Сол 12-ші мектеп өзі қаланың тұрғын халқынан алатын болды ғой. Сол кезде балаларымыз жетелеп алғашқы барғанымызды білеміз. Осы Ырымғали, Мұхтар, Қабдеш, бәріміз балаларымыз жетелеп барып қуанып, енді мінекей жаңа өмірдің есігі ашылғандай болып, содан бір мезгілде апарып болғаннан кейін Қабдеш әкем Ырымғали, бұл мына оқиға бір үлкен оқиға болып отыр еліміз үшін, арманға жеткендей болып отырмыз, бұны қой етейік, бұны атайық, сендер біздің үйге жүріңдер деп бастап үйіне алып барып, ол үйде отырып, жас кезіміз ішіп жеп, одан екінші бір жігіт біздің үйге деді, ол үйге бардық, үшінші бір үйге бардық, Қабдештің үйі еді. Содан әйтеуір шала есіміз кірерін шығарды, әйтеуір қыздарымызды қолымызда жетелеп, балаларымызды түнгі сағат 3 кезінде үйге оралғанымыз есімізде бәрі тез. Сондай заман болды. Екіншіден, сол біз келген кездегі 60-ші жылдар бұл аздап та болса халықтың ояну кезеңі болатын. Өйткені совет үкіметінің кезіндегі сана бір бөлек еді. Ал енді адам енді өмір бойы бір қалыпта тұра алмайды ғой енді. Таныған сайын, өмірді білген сайын жаңарады, өзгереді. Сол көзқарас өзгерді. Көзқарастар өзгеріп, өмірге сын көзбен қарау, осы біздің мына өмір сүріп жүрген ортамыз дұрыс па, осылай өмір сүруге бола ма, мұның басқа жол жоқ па деген ойлар келе бастаған кез, біздің ұрпақ сол сәйкес келіп, енді совет үкіметі аса қолдай қоймайтын шығармалар жазуға кірісті.
біздің бәріміз де өзімізді сол ішімізден жаңағы идеяны қалай да ретке келтіріп ішіне енгізуге тырысатынбыз. Содан енді менің де мысалы ойымда әйтеуір бір қазақ халқының көріп отқан қиыншылығы белгілі. 65 жылдары қазақтың өзінің саны 28,9% болды. Сол кезде енді бұл Қазақстанды Қазақстан деп атауға қажеті бола ма? Басқаша атау керек деген әңгімелер шыққанын білеміз. Сондай қиын жағдайлар болды. Енді оның бәрін көрсетіп жазу, оны шығара алмайсың. Оны шығара алмағанда қарақан басқа қауіптенеді. Өйткені сол кездегі адамдардың бәрі де осы КГБ-ның бақылауында болды қой бәріміз. Соны енді ойлап келіп, бізден де басқа осындай қиындықты бастан кешіп жатқан халықтар бар, кішкентай халықтар. Солардың өмірі арқылы осы тұспалдап көрсету біздің өмірімізде болмай ма деген ой келді, идея келді. Соны ойлап ақырысында соған подозрение бола қоймас деген оймен Бразилиядағы индейцтердің өмірі туралы жазуға іштей қорыдым. Бірақ енді оны жазу оңай болмады. Өйткені себебі мен Бразилияда болған жоқпын. Ол жақтың табиғатын мен толық біле қоймаймын. Оны қалай суреттейсің бар дегіз. Бір өсіп тұрған мынандай бір папоротник болса, ол былай жайылып өсе ме, жоғалды тік өсе ме, оның бәрін көрмегеннен кейін. Сол үшін бір жылдан астам тек кітап оқумен өттім. Бразилияның флорасы мен фаунасын, өзінің тарихын, ондағы индейцтердің өмірін, оларды қалай қырылғанын, оларға қалай қандай саясат жүргізгенін, сол жақтағы белгілі европалық стильдегі мемлекеттердің. Содан Тозақ аттары деген повесть жаздым. Ұзақ оқыдым, дайындалдым, бір жылдан астам, бірақ өзім бір айдың көлемінде тез жаздым. Ішінде Араку деген тайпа бар, ол енді өзім ойдан тапқан атым. Бірақ қалған заттардың бәрі сол белгілі болған оқиғалар, сол әбден теріп жазған. Тозақ аттарын жазғаннан кейін бірінші ойлағаным, осының ар жағында не бар деп бәлеге қалмасам болды деген ойлар да болды. Бірақ енді сездім енді. Мен енді в виде приключения, ондайда шымшыстырып қойған деген оқиғалар болды. Сол үшін жаздым деп айтатын ойларым да болды. Сосын бәлендегі қорыққан да жоқпын. Оның үстіне өзім сол өз баспаның төңірегінде істейтін едім. Оның да көмегі тиді. Сонымен кітапқа кірді, бірақ ешбір журнал баспады. Содан енді қайтесің енді, амал жоқ, көнесің. Енді одан бері қаншама заман өтті, жарты ғасырдай уақыт өтті. Енді қазіргі кездерде жастар келеді, интервью болады, не болмаса кездесулер болады, сұрақтар қойылады. Соны осы ең көп айтылатын осы тозақ аттары болды. Тозақ аттарын талқылаған қанша подкасттарды көрдім интернетте, жастар. Сонда ойлағаным, егер бір зат дұрыс жақсы зат жазса, ол өлмейді екен. Сондықтан бұл заманда көп жазу, 12 том, 15 том жазу міндетті емес ешқашанда. Абай сөзінің бүкіл нәтижесі бірақтым, Абайды кішкентай кезімнен бірақтым. Сондықтан бұл заманда көп жазу, 12 том, 15 том жазу міндетті емес ешқашанда. Абай сөзінің бүкіл нәтижесі бірақтым, Абайды кішкентай кезімнен бірақтым. Махамбеттің бір заманда жетпес. Сондықтан сенің мәселе сол, қалай жазды, қандай сапасы қандай, ең бірінші шешуші мәселесі сол. Менің ұстанған өзімнің осындай болды принциптерім. Ал енді кейін әке деген повесть жаздым. Ол таза кәдімгі ұлттық тұрғыда быт, өмір тұрмыстың салты, адамдардың характері, бұл тұрғыдан бұл шығарма менің Дулат екеумізге аздап ұқсайды, бір-біріне қарай келеді. Дулат осы әкені өте жақсы көрді. Кейде айтатыны бар, мен өзім басқа шаруам жоқ, шетелде оқымаймын, Төлеудің әкесін оқимын, сосын жаза беремін деп. Сөйтіп күлдіретін бізді. Сол кездердегі жазған әбіштердің шығармаларында да, одан кейін көп айтыла бермейді, осы Әлестің бір керемет шығармалары болды. Қысқасы сол кездерде келген ұрпақтың несі, өзіне дейінгі ұрпақтың
шығармашылығынан ұқсамайды, басқаша болды. Жаңа бағыттағы, жаңа заманғы, өйткені біз ол кезде әлемдік жазушылардың шығармаларын оқи бастаған кезіміз. Бізді жазушы қылған сол әлемдік әдебиет. Өткенде маған сұрақ қояды, сіздің ең бір жақсы еліктеген адамыңыз болды ма қазақ әдебиетінде деп. Енді қазақ әдебиетін оқисың, жақсы көресің, оған дау жоқ. Бірақ енді мен мұндағы біреуге еліктедім деп айта алмаймын. Менің сол ұстаз тұтқаным әлемнің әдебиеті деп. Атап айтсаңыз, әлем әдебиетіне кімдерді ұсынатын? Ой, енді көп қой ол. Алдымен орыстың әдебиеттен бастадық. Орыстың әдебиетінде мен ең жоғары қоятын екі адамым бар, ол Толстой мен Чехов. Толстойды біз енді ол кезде ауылда келген адамдармыз. Орысша оқыған кезде енді ананың көп нюанстарын кішкене ұстай алмай қаламыз ба деп ойлап кешігіп сол 5-ші курста оқыдым. 5-ші курста оқыған кезде, ол кезде өзім де бірдеңе жазып қалыптаса бастаған кезім, сол кезде мен таң қалдым. Оған дейін талай жазушыларды оқыдық қой. Мынандай панорама, мынандай адамның жан дүниесіне ену, адамның ішкі психологиясындағы себетші қараңғы жерлерге шейін бару, қалай бұлай жазуға болады деп мен сондай таң қалдым. Әрине жазып отқан кезде есіңде тұрады, бірақ енді Толстоймен бәсекелесу мүмкін емес. Мен мысалы менің қайыршыма деген әңгімем бар. Министрдің өлімі еді, алғашқы аты. Өзінің министрлік қызметінен түскен күні инфаркт болып өледі. Қызметке әбден беріліп кеткен адамдар ғой сол кездерде. Өйткені ол қызмет кеткеннен кейін уже сымышыл жоқ өмірге, ешқандай. Не үшін өмір сүру белгісіз. Сол кезде менің көз алдымда тұрған осы «Смерть Ивана Ильича» деген кімнің несі бар, Толстойдың. «Смерть чиновника» деген Чеховтың әңгімесі бар. Бірақ енді олар ұқсауға болмайды әрине. Сен өзіңнің қазақ топырағында көрсетесің. Солар тұрады, төмендеуге болмайды. Сондықтан әрқашанда айтқан кезде өзі негізгі бір адамның ориентирі әлемдік әдебиет болу керек. Әлемдік әдебиетте ал енді француз жазушылардан енді олар өте көп. Соны Бальзактан бастап, Золя, Флабер, Мопассан, Гюго, бұлардың енді шығармалары шын мәнінде ғажайып заттар. Енді ағылшын әдебиетінде де өте көп. Одан кейін біздің тұсымызда осы Хемингуэй, Фолкнерлер өте керемет не болды, популярный кәдімгі. Сондықтан мен кейде көбіне осы жастармен әңгімелескенде айтамын, шетел әдебиетін оқыңдар. Солардан кішкене үлгі алуға тырысыңдар, бәсеке керек бірдеңе деп. Осы қанша жүректе, даже қанша дос болсақ та, бір-бірімізге деген бәсеке Дулат екеуміздің арамызда да болды. Бірақ бізде кейде тіпті пікір көзқарасында да бір-бірімізге қайшы келеді, таласып, бір-бірімізге отырады. Бірақ бұл біздің достығымызға әсер еткен емес. Қазір сонда бір бәле шықты ғой. Бір сөзші жау болып, бір сөзші дос болады. Сен пікіріңді қоздамаса, ол сенің жауың болып есептеледі. Біз бұл мәдениеттің жоқтығы. Бұдан құтылу керек бұл бізде. Екі бөлініп алып, айтысып еседі. Пікір әртүрлі болуы мүмкін. Ал егер соны жай ешқандай жауласпай-ақ дұрыстап бір-бірімізбен ақылдасатын болсаң, бір жобаға келуге болады бәрібір тегіс. Ал енді кімнің Дулаттың сарказмы деген бұл енді ғажап. Анау социализм зәулімі деген несі бар. Кейін сол сахнаға қойылды ғой деймін. Немесе ескерткіш деген несі. Сондағы оқиғалар деген ол енді әлемдік әдебиетте андай сатирический заттар сирек қарап отыратын болсаң. Және оқып отқан кезде сен үйретті, сенің шегіңді қатып күлдіреді. Ал енді ондай шығарма деген жалпы өзі мынау кімнің Дулаттың бойындағы оқырманға әсер ету деген қасиет өте зор болады. Осы менің есімде әпке деген бір пьеса қойылып, сонда бір еңіреп жылаған әйелді көріп шошып кеткен мен. Дауыс шығарып жылау деген не деген сұмдық, пьесаны көргеннен кейін.
Ал мысалы жаңағы айтып кеттім ғой әлгі мұқағали жылады деп сүйекші деген повесінде. Сүйекші деген повесінде бұл өмірдің бәрінен құрғалған, не отбасы жоқ, семья жоқ, бала шаға жоқ, түк жоқ бұл өмірден. Ештеңе күтпейді де, ештеңе үміттенбейді де бір бейшара сорды жан. Соның өмірі. Өзімен өзі ғана жүрген. Соның өлімін, әлгінің өлімін оққан кезде жүрегіңе кәдімгі қан жылап жүрегің, көзіңе жас келеді. Былай қарап отырса ешкімге керегі жоқ адам секілді. Бірақ адамның жан дүниесін ашып көрсеткен кезде керегі жоқ адам болмайды екен. Сенің ананың барлық қасіретін сен өзіңнің қасіретінде көресің. Сен көзіңе жас аласың. Бұл не деген сөз? Бұл адам баласын жақсы көру керек деген сөз. Адамның байлығына қарап емес, адамның мансабына қарап емес, адамның әлбірдісі керемет қабілетіне қарап емес, кез келген адамды жақсы көруге болады. Яғни бұл гуманизм дейді. Гуманизм деген осы. Ал осы мәселені Дулаттың қаршадай кезінде, жас кезінде осыға жетер-жетпес осындай жат жазу деген адамды ішінде таңғалдыратын нәрсе. Енді жаңа айтып кеттім, достығымызда жаңа кеше не болып жатыр ғой әлгі қаралы кеш. Сонда айттым енді Дулаттың екінші өмірі басталды енді. Екінші өмірі басталды. Екінші өмірі менің ойымша бірінші өмірден де жоғары, бірінші өмірден де маңызды. Одан да сол даңқы, атағы кем болмайды деп есептеймін. Енді шын жазушы өлмейді. Енді жүр ғой кешегі классиктерді. Осы бүгінгі өмір сүріп жатқан адам секілді солармен сен қарым-қатынаста жүрген секілдісің. Өйткені олардың шығармасын оқығаннан кейін олардың бәрі сен көз алдыңда. Дулат та классик. Дулаттың да өспейді. Кез келген ұрпақ әлгіні көріп, Дулаттың өзімен сырласқандай болып отырады. Бірақ енді сол қиын жері, екінші жағы сол менің ең жақын досым, аяулы досым жоқ. Мен оны ешқашан да көрмеймін. Жанға осы басып отыр кішкене. Қайтейік, өмірдің заңы. Бір жағынан шүкіршілік етесің. Дулат өзі жетмеске жігіт қой. Әкеден, шешеден ерте қалған бір топ шиеттей бала. Ешкім жоқ, үлкен есейіп, сол тұрмыс құрып кеткен бір әпкелер келіп, солардың көмегімен өмір сүріп, оқып келген. Олардың ешқайсысы Дулат секілді немере көрген жоқ. Дулат секілді шөбере көрген жоқ. Дулат секілді 80-ден асқан жоқ. Соған қарап енді Дулат тек қана 80-ден асқан жоқ. Бүкіл халықтың аяулы үлкен азаматына айналды. Қазақ әдебиетінің классигі. Қазақ әдебиетін әлемге танытқан үлкен сол енді қазір сол ұлы деген сөзді жұрт көп айтып жүр, бірақ шын мәнінде ұлы деп айтуға болатын осы Дулат. Сондықтан Дулаттың қазасын бір өкінішті қаза деп мен айта алмаймын. Дулат мақсатына жетті, айтарын айтты. Сондықтан жаңағы Дулаттың шын мәнінде өлімін бұл бір үлкен бір өкінішке толы қаза деп айта алмаймын. Бірақ қалай десең де адамның өмірден кетуі деген ол бүкіл халықтың уайымы, халықтың қайғысы. Ана кімнің бір сөзі бар,
Виктор Гюго Бальзак қайтыс болған кезде қабірдің басында тұрып айтады, қазір заман өзгерді. Қазір бүкіл мына өмірдің ең басты тұлғасы лауазым иелері емес, ақыл ой иелері дейді. Сосын сөздің соңын ары қарай жалғастырып, таланттардың өлімі көпшіліктің қайғысы, ұлылардың өлімі бүкіл халықтың қайғысы деген. Дулаттың өлімі меніңше сол бүкіл халықтың қайғысы рас. Бірақ Дулат жасарын жасап, ойға алған мақсатына жетіп кетті. Сол тұрғыдан Дулатты бақытты жазушы деп айтуға болады. Енді біз де дос болғасын жылай береміз, қайтеміз енді біздің өзі сондықтан. Ал енді осының бәрін ойлап келген кезде бұл дүниеде бір үлкен бақытты қылатын нәрсе, бұл шын мәнінде достық. Егер уайымдай берсең, уайымда түп жоқ, кете бересің. Ал енді өмірге мағына беретін не деп іздеген кезде сол қазіргі менің ұғымда тірелетін нәрсе осы достық. Менің өмірімді сондай бақытты қылған, менің өмірімді мағыналы қылған, өзі бір бақытты күлкілі қызыққа толы қылған осы менің достарым. Соның басында тұрған осы Дулат. Сонда қайтайық енді. Бізде қайсы ұзарымыз дейсің, бізде баратын шығармыз артынан соғыстың. Сондықтан жатқан жері жарық болсын деймін мен Дулаттың. Қазақша айтқанда иманы саламат болсын. Тек артында балалары қалды енді. Сол балалар енді біраз уайымдайды ғой енді. Оның үстіне Нұрғайша да ерте кетіп қалды. Бірақ өмір жалғаса береді. Өйткені себебі сол бір кездерде әке шешеден тіпті есін жемей жатқан кезде қалған балаларда адам болып кетіп жатқандар бар осы ішінде. Соған қарап ойлаймын енді бәрі де дұрыс болатын шығар деп. Дулат секілді қазақтың асыл азаматтары енді азаймас деп ойлаймын. Енді қазақ аман болса тудырады ғой талай таланттарды, нелерді. Сондықтан әңгімеміздің аяғын осындай оптимистік бағытта аяқтағымыз келеді.